Баршаңызға сәлем. Ерекше дәмді болып шығатын 5 түрлі пицца дайындаймыз. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Пиццамыздың қамырын илеуге кірісеміз. Електен өткізілген ұнымызға тұзымызды және де ашытқымызды, қамыс қантын саламыз. Қамыс қантын жай қантқа алмастырсаңыздар болады. Жылы судан құя отырып, қамыр илейміз. Міндетті түрде жылы судан құйыңыздар. Ыстық су құятын болсаңыздар, сіздердің ашытқыларыңыз пісіп қалып, қамырларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Соңынан зәйтүн майын құя отырып, жақсылап қамыр илейміз. Бұл біздің 5 пиццаға арналған қамырымыз болады. Егер сіздер бір пицца пісіретін болсаңыздар, қалған қамырды пакетке салып, морозильникке салып қойсаңыздар болады. Қамырымызды илеп болған соң, бетін пищевой пленкамен жауып, 20 минутқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Келесі пиццамызға арнайы соус дайындаймыз. Ол үшін осындай қызанағымызды 2 жерден пышақпен кесіп аламыз. Және де ыстық қайнап тұрған суымыздан үстінен құйып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашып дайын болды. Енді оны жақсылап илеп, теңдей 5 бөлікке бөлеміз. Мен таразының көмегіне жүгіндім. Әр пиццамның қамыры 280 граммнан болды. Бөлген қамырларымызды жақсылап илеп, дөңгелектеп, осылай бір ыдысқа саламыз. Және де үстінен зәйтүн майының аздап құямыз. Бетін қайтадан жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Біздің қызанақтарымыз дайын болды. Бетін ашамыз, суын төгіп, қабығын осылай ашимыз. Ыстық суға салынған соң қабығы оңай және тез ашылатын болады. Қызанақтарымызды ашып болған соң, блендердің көмегімен осылай езгілеп аламыз. Қызып тұрған тапамызға зәйтүн майын құямыз және сарымсағымызды салып, араластырамыз. Сарымсағымыздың үстінен езілген қызанағымызды құямыз және де бір араластырып, тұздан қосамыз, қызыл паприкадан қосамыз және орегано дәмдеуішінен қосамыз. Орегано дәмдеуіш міндетті түрде қосыңыздар, өте дәмді, ерекше дәм береді. Барлығын араластырып, осы пештің үстінде су тартылғанша ұстаймыз. Қазір енді болонезе және мексикано пиццаларының салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған тапаға зәйтүн майын құямыз және де майдалап туралған пиязымызды салып қуырамыз. Фарштан саламыз және барлығын жақсылап араластырып, фарш дайын болғанша қуырамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Қамырымызды оқтайдың көмегімен дөңгелектеп жайып аламыз. Жайған қамырымызды пиццаға арналған противенге саламыз. Егер осындай противенде пісіретін болсаңыздар, бір тегіс болып піседі. Қамырымызды осылай қолымызбен дұрыстаймыз. Сонан соң алдын ала дайындалған соусымыздан 3 қасықтан қоса отырып, жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Сонан соң сырымыздың жартысын осылай саламыз. Бұл біздің болонезе пиццамыз болады. Сырдың бетінен бір тегіс қылып фаршымызды салып шығамыз. Сырымызды себеміз және де міндетті түрде моцарелла сырын не болмаса кома сырын пайдаланыңыздар. Ең бетінен осындай түрлі түсті болгар бұрышын сеуіп шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 9-10 минут пісіріп аламыз. Біздің пиццамыз дайын болды. Мексикано пиццасын дайындаймыз. Қамырымызды жаямыз. Оның бетіне 3 қасық соусымыздан жайып шығамыз. Және де сырымыздың жартысын осылай себеміз. Бетінен фаршымызды бір тегіс қылып жайып шығамыз. Қалған сырымызды себеміз.
Бетінен түрлі түсті болгар бұрышын себеміз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің мексикано пиццамыз дайын болды. Дайын болған соң бетіне оливкеден осылай сеуіп шығамыз. Өте дәмді және ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымызды осылай дөңгелектеп жайып шығамыз. Бетінен соусымыздан 3 қасық салып, бәрін біртегіс қылып жаямыз. Сырымыздың жартысын осылай себеміз. Және де майдалап туралған шұжықтарымызды тізіп шығамыз. Ең бетінен қайтадан сырымыздан сеуіп, қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 9-10 минут дайын болғанша пісіріп аламыз. Бұл біздің пепперони пиццамыз. Келесі дайындайтын пиццамыздың аты маргарита пиццасы. Қамырымызды осылай дөңгелектеп жайып болған соң бетіне 3 ас қасық соустан құйып, біртегіс қылып жайып шығамыз. Сонан соң сырымыздың жарты бөлігін себеміз. Және де ең бетінен осындай қызанағымызды дөңгелектеп, жіңішкелеп турап, бәрін тізіп шығамыз. Бетінен қайтадан сырдан сеуіп, қызып тұрған духовкада 180 градуста 9-10 минутта пісіріп аламыз. Біздің маргарита пиццамыз дайын болды. Осылай әдемі болып шықты. Келесі дайындайтын пиццамыз қазіргі кезде хит болып жатқан пиццалардың бірі 4 сыр пиццасы. Яғни аты айтып тұрғандай 4 түрлі сыр қосатын боламыз. Ол пармезан, моцарелла, борнинский, пашихонский және кома сыры. Ең алдымен осылай қамырымызды дөңгелектеп біртегіс қылып жайып шығамыз. Сонан соң противенімізге салып, бетінен 3 ас қасық соусымыздан құйып біртегіс қылып жайып шығамыз. Соусымыздың бетінен ең бірінші моцарелла сырымызды себеміз, сонан соң кома сыры, одан кейін борнинский, пашихонский, ең бетінен қатты сырымыз, яғни пармезан сырымызды себеміз. Бұл жерде назар аударатын жайт, барлық сырларымыздың майлылығы 45%-дан жоғары болу керек. Яғни біз табиғи сырларды пайдалануымыз керек. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 9-10 минут дайын болғанша пісіріп аламыз. Өте тойымды, балалардың ең сүйікті пиццаларының бірі дайын болды. Ол осындай созылмалы керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Достар, біздің көздің жауын алатын өте дәмді, ерекше, оригинал 5 түрлі қазіргі кезде хит пиццаларымыз дайын болды. Осындай жұмсақ, балғын, созылмалы болып шықты. Үлкеннің де, кішінің де көңілінен шығатынына сенімдімін. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса, міндетті түрде сұраңыздар. Және де достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздермен хит салаттардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат болыңыздар.